Сәлем достар, сіздермен Мессис Мадина. Бүгін біз 12-ші сабаққа келдік. Ең алдымен үй жұмысын тексерейік. Үй тапсырмасына осы сөздердің транскрипциясын жазу берілген болатын. Егер дәл осылай жазсаңыздар, онда барлығы дұрыс деген сөз. Ал енді жаңа сабаққа көшейік. Бүгін сіздермен осы екі әріптің оқылу ретімен танысамыз. Си әрпі бізде екі түрлі оқылады. С және К. Егер Си әрпі I, E, Y әріптерінің алдында тұратын болса, онда оны біз С деп оқимыз. Мысалы, center, civil, excite. Ал басқа жағдайлардың барлығында бұл К деп оқылады. Мысалы, cat, capital, describe. Ал енді сөздерді оқып жаттығайық. I, E, Y әріптерінің алдында тұрса, Си әріпі, онда біз оны С деп оқимыз. Қалған жағдайлардың барлығында К. Кеттік, мен оқимын, менен кейін қайталаңыз. Cat, celebrate, cap, criminal, distance, electric. Washington is the capital of the United States. Capital дегеніміз Астана. Астана, яғни Нұр-Сұлтан, Қазақстан Республикасының астанасы деген сөзді комментарийге жазып кетіңіз. Circle, шеңбер. Cat, мысық. Cap, кепка. Ал енді I әрпінің оқылу ретін толықтырайық. I, E әріптерінің қосындысы бізге екі түрлі дыбыс береді. I және созылатын E. Қорықпаңыздар, екеуін оңай ажырататын боласыздар, себебі I деп көбінесе қысқа ғана сөздерде ғана оқылады. Мысалы, die, tie, lie. Ал И болып ұзақ сөздерде. Мысалы, peace, field, believe. Ал кеттік. Сіз оқыңыз, сізден кейін мен қайталаймын. Lie, tie, pie, cries, achieve, peace, believe, chief, relief, niece. Осы ережеде ерекше оқылатын сөз бар, ол friend. I де, E деп те оқылмайды, бұл friend. Өте көп қолданылатын сөздердің бірі, сол үшін есте сақтап алыңыздар. Ал кеттік, мына сөздерді сіз оқыңыз, сізден кейін мен қайталаймын. Relief, lie, believe, pie, friend. Біз бүгін сіздермен I әрпінің оқылу ретін толық аяқтайтын боламыз. Ең соңғысы өте қызық. Қараңыз, қаншама әріптің қосындысы бізге I деген дыбыс береді. Мысалы, right, fight, light, kind, mind, behind. Осы жақта транскрипцияға міндетті түрде мән беріңіз, жарайды ма? Кеттік, мен оқимын, менен кейін қайталаңыз. Right, fight, light, sign, consign, kind,
mind, behind, wild, child, fight, төбелес, lighter, зажигалка, behind, артында, мысалы, behind the fence, забордың артында, child, бала, to sign, қол қою. Және осы екі сөзді сіздер интернет желісінен өте көп кездестірулеріңіз мүмкін. Sign in және sign out, кіру және шығу деген мағынада. Ал енді ерекше оқылатын сөздер де бар. Бұл бағанда осыларды оқып шығайық. Wind, жел деген сөз. Window, терезе. Ал біз бүгін сіздермен не үйрендік? I әрпінің оқылу ретімен толық таныстық, сонымен қатар C әрпінің екі түрлі оқылуын білдік. Сіздерге берілетін үй тапсырмам, берілген көп сөздердің барлығын дұрыс бағанға қойып шығыңыз. Бұл оқылулардың барлығы I әрпінің оқылу реті, міндетті түрде кестені бір қайталаңыздар да, осы тапсырманы орындап шығыңыздар. Сонымен қатар ник туралы текстті қатесіз оқып шығыңыздар. Ал сіздермен болған миссис Мадинам. Сабақ ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, қолдау білдірулеріңізді сұраймын. Ал goodbye, сәттілік.